90 жылдардағыдай бигуди мен укладка жасаймыз. Бірінші рет жасайын деп тұрмын. Қалай шығатынын білмеймін, бірақ соңына дейін көремін. Бигудидің заттарын Каспийден заказ бердім. Бұрындары ыстық суға салып жасаған, біз утюжоктың көмегімен жасаймыз. Міндетті түрде термозащита сүйіп аламыз. Шашымызды үтіктеп аламыз. Ең үлкен диаметрдегісін алып, шаштың ұшына апарып, үстіге қарай ораймыз. Кейін оны бекітіп қоямыз. Әр бөлікті үтіктеп алып, одан кейін ораймыз. Дәл осылай қайталап. Формасын берік ұстамай жатса, невидимка қолдануға кеңес беремін. Басында жақсы шықты осылай, ал қалған бөліктен жасау маған қиынға соқты. Жасағандарым түсіп кетіп, оны қайтадан орап, солай көп уақыт жоғалтып алдым. Шынымды айтсам, бұны жасау оңай емес екен. Өзіме эксперимент ретінде жасап көрдім. Қалай дұрыс жасау керектігін білсеңіздер, комментарияға жаза кетіңіздер. Соңғы жақтарын бұралап аламыз да, дәл солай қайталаймыз. Наконец-то бәрін бітірдік. Енді 3-4 сағат күтеміз. Қалай шыққанын көру үшін келесі видеоға өтіңіз.